біресе бәрі қолынан келетіндей болып бүкіл әлемді бағындыратындай сезінемін, ал бір кезде орнынан тұруға да шамам жоқ. Бұл өзіміздің качелямыз. Көтерілесің, қайта түсесің. Қалыпты. Бірақ мәселе сол қайталана бергенде. Шығудың жолы біреу, қозғалыс. Кішкентай қадамдар. Өзіңізді бірден зор мақсатқа итермеңіз. Денеңізді ғана іске қосыңыз. Футболға отырып 5 минут секіру, музыка қойып 2 минут билеу. Ұнайтын нәрседен бастаңыз. Денең қозғала бастағанда санаң да қозғалады. Энергия қайта қосылады. Бірақ ең үлкен тұзақ бастауды ойлану. Неғұрлым көп ойлансаңыз, ми соғұрлым көп сылтау табады. Қазір емес, кейін шаршап тұрмын. Алдымен дайындалу керек. Ми жалқау. Оның мақсаты қауіптен сақтау, дамудан емес. Сондықтан өзіңізбен келіссөз жүргізуді тоқтатыңыз. Басқа адамды көндіруге болады, ал өзіңізді неге көндіруіңіз керек? Сіз өзіңізге қарсы емессіз ғой. Неге өз-өзімізге ертең, таңертең сылтау айтамыз? Әрекеттің жалғыз формуласы бар. Ойланбай, бастау. Жоспарсыз, идеалды сәт күтпей. Осы жерде қазір жалғыз әрекетпен. Өзіңізге айтыңыз. Мен ойланбаймын, мен бастаймын. Жүгіруді үйренудің жалғыз жолы жүгіріп кету. Ал сіз өзіңіз бастай алмай жүрген нәрсені дәл қазір бастаңыз. Ерте тұру, кітап оқу, немесе өзіңе 10 минут уақыт бөлу. Бәрін жүгірудің формуласына салып, алғашқы қадам жасап кетіңіз. Бүгін кішкентай қимыл, ертең үлкен қозғалыс. Өмір дәл осылай өзгереді. Кейінге қалдырылмай жасалған әр кішкентай әрекет дамуды тоқтатпайды. Қозғалыс басталған жерде эмоциялық әткеншек те тоқтайды. Ең қиыны бұл жерде бастау, ал оның шешімі ойланбай бастап кету.